Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әмпір күшіне есептер шығару. То есть ол жаңағы біртекті магнит өрісінің ішіндегі тоғы бар өткізгішке әсер ететін күштер туралы есептер шығару деген сөз. Ну, давайте сразу бастайық. Қызыл кітаптан шығарамыз әрине, да? Қызыл кітап деп жазып қояйын мына жерге. Қызыл кітап. Қызыл кітаптың бірінші шығаратын есебіміз балалар 3,297 деген есеп шығарамыз. 3,297. Үшіншінің 297 есебін шығарамыз. 3-дің 297 есебі. Балалар, берілгені бұлай дейді. Ұзындығы 1 сантиметр, L 1 сантиметр, кейде оны L, кейде дельта L дейді. Ол келіп кете ештеңесі жоқ. Түзу өткізгіш біртекті өрістің индукциялық күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан дейді. Альфа 90 градус дейді. Перпендикуляр магнит индукция 10 миллитесла болғанда дейді. Магнит индукциясы 10 миллитесла болғанда өткізгіш арқылы 1 ампер тоқ өтсе дейді. Өткізгіш арқылы 1 ампер тоқ өтсе, онда ол өткізгішке қандай күшпен әрекет етеді дейді. Онда ол өткізгішке қандай күшпен әрекет етеді. Қандай күшпен әсер етеді деген. Так. Мысалы, келісіп алайық. Дельта L дегеніміз не деген? Мысалы, магниттің жаңағы магнит бұлай орналасты деп есептейік. Бұдан кейін қайта-қайта көрсетпеймін, осы жол ғана, да? Мына жағы солтүстік полюс, бір жағы оңтүстік полюс болсын, Сонда магниттің жаңағы индукция векторлары бұлай қарай бағытталады ғой, бүйтіп міне. Көрініп тұр, ең шеткісі мынау, мына жақ шеткісі мынау деген сөз. Енді осының ішінде бір өткізгіш орналасса, бұлай қарай бүйткен міне. Ол өткізгіш дананың бәрін бірдей болып тұрмайды ұзындығымен. Ол бұлай қарай өткізгіш орналасса, осы өткізгіштің дельта L деп тұрған жері ол мынау міне. Қалай көрсетсем болады енді. Міне жер міне. Мынау дельта L болады. То есть мына магниттің ішінде кіріп тұрған бөлігі. Кейбір есепте L деп бере салады, кейбірінде дельта L дейді, кейбір актив бөлігі дейді. Бәрібір сол магнит өрісіне кіріп тұрған бөлігі. Айтпесе кіріп тұрған бөлігіне ол әмпір күші әсер етпейді балалар. Соны түсініп алу керек. Енді ары қарай не істейміз? Әмпір күшінің формуласын жазамыз. F әмпір күші ол тең болады тоқ күші өткізгіштің ұзындығы индукция векторы синус альфа. От жаңағы альфа деген бұрыш мынау бізде. Өткізгіш пен неменекенің арасындағы бұрыш қой, мына бұрыш альфа деңіз. Бізде ол перпендикуляр дейді, 90 градус деңіз. Енді орындарына қоямыз да. Тоқ күш нешеге тең? 1-ге тең. Өткізгіштің ұзындығы 1 сантиметр десе, ол оның -2 дәрежесі метр болады. Индукция векторы 10 миллитесла десе, 10 көбейтілген оның -3 дәрежесі болады. Синус 90 градуста. Синус 90 градуста ол 1-ге тең деңіз. Есептейміз, неше шығады бұдан? Бұдан шығады, оның -4 дәрежесі ньютон шығады. Оның -4 дәрежесі ньютон, немесе 0,1 миллиньютон деңіз. Әсер ететін күш 0,1 миллиньютон болады екен. Келесі есебіміз балалар, ол бізде 3,299 деген есеп. 3,299. Міне жерден бастап шығара берейін балалар. 3,299. 3,299-да бүйтіп айтады балалар. 202-ші суретте магнит өрісінің тоқпен өзара әрекетті көрсетілген, әрбір келтірілген жағдай үшін есеп құрастырып, оны шешіңдер дейді. Осының біз бірінші мына ұқсаған есебін шешіп көрейік. Бірінші суретін сызып көрейін мен. Бірінші суретінде ол былай екен. Мына жағы магниттің
оңтүстік полюсі S, мына жағы солтүстік полюсі N. Үші бізде суретте берілген, ортасына бүйтіп дөңгелек сызып, оның ортасына нүкте қойып қойған. От енді осыған есеп құрастыру керек, иә? Біз не деп құрастырамыз? Бұл жерде бүйтіп айтамыз, иә? От магнит, біртекті магнит өрісінің ішінде, от бұлай тік ары қарай өтіп тұрған өткізгіштен тоқ бізге қарай келіп тұр, міне. Нүкте деген сөз бізге қарай келеді, иә? Бізге қарай келіп тұрса, осы жағдайдағы тоғы бар өткізгішке әсер ететін әмпір күшінің бағытын тап деп біз сөйтіп қояқ, иә? Мынау тоқтың бағыты болсын, былай қарай бүйтіп қояқ, иә? Индукция векторы N-нен S-ке қарай бағытталады, солай емес пе былай қарай? Мынау индукция векторы. Енді жаңа сол қол ережесі бойынша анықтаймыз, иә? Қалай ұстаушы едік? Алақан сол қолды жазып аламыз ең алдымен. Алақанға индукция векторы кіріп тұрады, оны былай ұстаймыз, иә? Сосын 4 саусақ тоқтың бағытын көрсетеді, ол бүйтіп бізге қарау керек, иә? 4 саусақ. Сонда жазып тұрған бас бармақ, ол әмпір күшінің бағытын көрсетеді. То есть, әмпір күшінің бағыты, бас бармақ төмен қарай бағытталса, әмпір күшінің бағыты былай қарай бағытталады. Ол бұл есепті біз шығардық, иә? Келесі есеп, келесі мына ұқсаған бір сурет берілген міне. Бұл мынандай сурет берілген. Оны біле жерге сызсақ, мына жерде өткізгіш берілген. Өткізгіштің бойымен тоғы жүріп тұр дейді, былай қарай. Сосын мына жағына бірнеше біткен нүктелер қойған, иә? Бұл әйтеу бірдеме бізге қарай дегенсіз. Немене бізге қарай болуға? Бізге қарай бағытталады, магнит, индукция векторлар бағытталып тұр деп есептейік, иә? То есть, ол бізге қарай бағытталған магнит, индукция вектор. Енді біз қолды қалай ұстаймыз? Қолды ұстаймыз біз, иә? Алақан жазамыз, былай қарайды, индукция вектор алақанға кіріп тұру керек. От, міне былай ұстайсың, міне алақанға кіріп тұру үшін, иә? Или былай, айту былай өзі. 4 саусақ тоқтың бағытын көрсетеді. 4 саусақ тік жоғары бағытталып тұр. Міне бас бармақ былай қарай бағытталып тұр. Значит, әмпір күшінің бағыты былай қарай бағытталады екен. Былай қарай сонда әмпір күшінің бағыты. Вот, міне біздің есебіміз осы болды, иә? Берілген есебін құрастырдық. Біртекті магнит өрісінің ішінде тік жоғары бағытталған тоқ өткізгіш, тоғы бар өткізгішке әсер ететін әмпір күшінің бағытын тап деді. Біз сол қол ережесі бойынша ол әмпір күшінің бағытын таптық. Келесі есебіміз балалар, иә? Келесі есебіміз балалар 300 деген есепті шығарамыз. 300. От 3-тің 300-ші есебін шығарамыз. 3-тің 300-ші есебінде бізде былай дейді. Индукциясы 1,5 Теслаға тең. Индукциясы 1,5 Теслаға тең. Теслаға тең. Бір текті магнит өрісінде ұзындығы 0,6 метр. Ұзындығы 0,6 метр. 0,6 метр болатын сымға 10 әмпір тоқ күшінің 10 әмпір. Тоқ күші 10 әмпір дейді. Тоқ күші 10 әмпір. Тоқ күшінің түрлі жағдайда әрекет ететін ең үлкен және ең кіші мәндерін тап дейді. То есть, жаңағы әмпір күшінің максимум мәнін және әмпір күшінің минимум мәнін табамыз. Әмпір күшінің максимум мәні и әмпір күшінің минимум мәнін табамыз. От жаңағы формуланы, мына есептегі формулаға қарайық, иә балалар, міне. Мұна бәрібір өзі әмпір күші осы формуламен анықталады ғой. Бұның максимум, минимумы мына тек қана альфаға байланысты болады. Минимум альфа 0 градус болса, синус 0 градуста 0-ге тең, минимум мәні 0-ге тең болады. Оны сразу табуға болады. Бүйтіп мына жерге жазып қояйық. F әмпір күші минимум, ол бізде 0-ге тең болады, когда альфа 0-ге тең болғанда. Альфа 0-ге тең болғанда. Ол қандай жағдай деңіз? Альфа 0-ге тең болады деңіз.
Ол былай деген сөз міне. Жаңағы индукция векторлары мисал былай қарай бағытталып тұрса, индукция вектор. Өткізгіште осылай бағытталып тұр деген сөз міне. Тоқ күште осылай бағытталады деген сөз. Екеуінің арасындағы альфа деген бұрыш нөлге тең. Значит, бұл өткізгіш дәл үстіп магнит индукция векторының ішінде осылай орналасқанда, оған күш әсер етпейді ол. Болды. Отасыны көрсетеді. Енді максимум мәнді қай кезде болады дегенді көрініп тұр ғой. Синус альфа 90 градус болған. То есть, мына өткізгіш егер бүйтіп перпендикуляр орналасса, ол кезде максимум мәніне тең болады. Енді максимум мәнін есептейік. F ампер күші максимум. Ол тоқ күші ұзындық. Индукция векторы синус 90 градус болады. Я? 90 градус болады. Орнына қоямыз, енді болды. И 10-ға тең. Дельта L дегеніміз нешеге тең? 0,6-ға тең. Индукциясы 1,5-ге тең. Нешеу болады? 9 болады ғой деймін. Я, балалар, 9 ньютон болатын сияқты. Я, 9 ньютон болды. Сонда 0 болады, когда индукция вектор мен тоқ күшінің бағыты бірдей болса, бір бағыттас болса, альфа 0-ге тең болса, онда күштің мәні 0 болады. Ал енді жаңа күштің мәні максимум 9 ньютон болады, егер ол 90 градуспен орналасса. Бұлай деген сөз ғой, мисал бүйтіп тұрса, иә, суретті сызсақ. Вот бұлай қарай бүйтіп сызайық міне. Мына жағы N болсын, мына жағы S болсын, иә. Мынау сонда индукция векторлары қазір бұлай қарай кетеді. N-нен S-ке қарайды. Бүйтіп міне. Ал жаңағы өткізгіштегі тоқтар қалай жүреді деген. Иә, бірінші тоқ максимум болады. Егер бүйтіп нәрсе тұрса, бүйтіп міне. Вот, міне, мына ұқсаған нәрсенің бойымен тоқ жүріп тұрса, вот, міне жердегі тоқ міне жерде 0-ге тең болады. Міне жерінде перпендикуляр болғанда ол жаңағы ампер күші максимум болады дейсіз. Вот осыны көрсетіп тұр, иә? Так, оны түсіндік. Енді ары қарай көрейік. Ары қарай шығарайық енді. Жаңа біз шығардық, нешінші есепті шығардық балалар? Шығардық біз 300-ді шығардық. 299-ді шығардық. Енді давайте 305 деген есепті шығарайық. Жарай ма? 305. 305 деген есеп шығарайық. Уақыт бар ғой, бар. 305 кіті үлкендегі есеп, да? 305 қызыл кітаптан жа. Так, 305. Бұлай дейді, жұлдызшасы бар есеп. Индукциясы 0,5 Тесла болатын. Индукциясы 0,5 Тесла болатын. Бір текті магнит өрісіне массасы 102 грамм, 102 грамм, ұзындығы 0,2 метр өткізгіш, 0,2 метр өткізгіш, 2 динамометрге горизонталь ілінгенде. Қазір суретінде көрсетем. Магнит өрісінің сызықтары өткізгішке перпендикуляр. Перпендикуляр. Өткізгіш арқылы 5 ампер тоқ жүргенде дейді. 5 ампер тоқ жүргенде әр динамометрдің көрсетуі қанша болады? Так, N-дерді көрсету керек. Вот қазір суретін егер сызатын болсақ, бұлай деген сөз балалар. Вот міне жаңағы өткізгіш ілуді тұр.
от өткізгіш. Боймен тоқ жүретін өткізгіш. Динамометр келуді тұр. То есть мынанда екі жіпке салпақтал білінуді тұр деген сөз ғой бұлай қарай. Төмен қарай ауырлық күш әсер етеді әрине. Дәл ортасынан mg ауырлық күш әсер етеді. Солай емес пе? От реакция күш деген мынау міне. От былай қарай тұр деген сөз. Көрдің бе балалар? Мынау жаңа иіндік деген сөз ғой, екі нүктесімен тірек қойған да. Сонда мынадан түсетін салмақ ана екі жіпке бірдей түседі. То есть бұл жерде егер жаңағы ештеңе басқадай магнит, тоқ ештеңе жоқ болатын болса, онда әрбір динамометрдің көрсетуі ол mg бөлінген 2 болады ғой биткен. Иә, оны да даже тауға болады, иә. 102. Ну, оны таппай қойыз зачем, да? mg 0,1, то есть 0,5 сондай маңайында ньютон күш әсер етеді, иә. Егер осылай болып тұрса дейді. Ал бізде енді ол былай берілген балдар. Бірінші, мына сымның бойымен тоқты жүргізген былай қарай. Содан кейін жаңаға магнит өрішінің күш сызықтары перпендикуляр дейді. То есть магнит индукциясының күш сызықтары былай қарай битіп бағытталып тұр деп есептейік, міне. То есть ол бізден ары қарай кетіп тұр, көрдің ме? Бізден ары қарай кетіп тұр. Енді ол бізден ары қарай кетсе, біз қолымызды, алақанымызды соның ар жағынан еметеміз, иә? Ар жағынан ұстаймыз, 4 саусақ тоқтың бағытын көрсетеді, сонда бізде ампер күші былай бағытталады, иә? Көрдің бе? Ампер күші былай қарай бағытталады. Сонда мына нені, жаңағы тоғы бар сымды ол үшеу көтереді бірге, бізбен бірге ары қарай. Көтеріседі дегенсіз, иә? Сонда бізде қалай болады енді жағдай? Енді олай болатын болса, n2 дегеніміз, ол қайтеміз? mg, мына n дегеніміз, вот n табатын болсақ, иә? mg-дан азайтамыз, ампер күшін азайтып, сосын кейін барып оны 2-ке бөлеміз, иә? n тең болады, бұл жағдайда n тең болады. mg-дан азайтамыз, ампер күшін азайтып, сосын кейін оны 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлетін себебіміз ол 2 жіпке тағылып тұр. Егер 3 жіп тұрса, 3-ке бөлеміз. Жалғыз жіп тұрса, жалғызға 1-ге бөлеміз. Вот осы ұқсаған, иә? Енді ары қарай есептейік, да? Так, міне жерде m нешеге тең? 0,102 көбейтесің 10-ға минус. Ампер күшінің орнына неменені қоямыз? Тоқ күші бізде нешеге тең? 5. Өткізгіштің ұзындығы 0,2. Индукция векторы 0,5. Синус 90 градуста 1-ге тең. Бөлеміз 2-ге, да? Нешеу шығады? Есептейік. Есептейміз бұл жерде. Так. Так, реакция күшін тапып тұрмыз ғой біз, иә? Есептейік ал, давайте. Мынау, бұлай қарай немесек 1,02 болады, иә? Минус. Мына екеуінің көбейтіндісі 0,2-ні 5-пен көбейтсең 1 ғой, 1-де 0,5 болады, иә? 0,5 болады ғой. Бөлесің 2-ке. Есептейік ал. Досы көбейттікпен 5 көбейтеміз 0,2, көбейтеміз 0,5, ой тұрады. Так, 5 көбейтесің. 5 көбейтеміз 0,2, көбейтеміз 0,5. Шығады 0,5. Так, енді 1,02 азайтамыз 0,5. Бөлеміз 2-ке. 0,26 шығады. 0,26 ньютон шығады екен.
0,26 ньютон шығады екен, көрдің ме? Жаңа Архимед күш ұқсан ғой, мына мысалы. Мына Архимед күш емес, егер судың ішінде сызсаң Архимед күш жоғары әсер етеді. Мынау как будто сол су тағы да Архимед емес, ампер күші жоғары қарай әсер етеді. Өйткені мына сол қол ережесімен күштің бағытын таптық қой, жаңа бүйтіп ұстадық. Қолымызды өткізгіштің ар жағынан 4 саусақ тоқтың бағыты, мынау сонда ампер күшінің бағыты. Сонда даже бұған жіпке салмақ динамометр нөл көрсетуге де болады, иә? Ол үшін қайтесің, тоқтың мәнін табасың ғой. Вот егер ана екеуін теңестіресің, онда ампер күші мен ауырлық күшін теңестіресің, сол кездегі тоқтың күші қанша шығады, сол арқылы ол салмақсыз күйінде табуға болады екен, иә? Қанша тоқ жүргенде. Так, енді олай осылай болса, балалар, иә, үйге мынандай есепті шығарып бересіңдер енді. Үйге, не жерге жазайын, иә? Үйге қызыл кітап әрине. Қызыл кітап. Қызыл кітаптан 3-тің 299 есебінің, ол жаңа жартысын шығарғанбыз, 299 есептен 2, 3, 4 сүреді. Осыдан 2, 3, 4 сүреді. Соның дағы жаңағы есеп құрастырып өзін шығару керек, е? 3-тің 301-і және 302-ші есептерін шығару керек. Вот осы есептерді шығару керек міне. Вот қызыл кітаптан жаңағы сурет бойынша есеп құрастырып соны шығару керек. 299 есептің, одан кейін 301, 302 есептерді шығару керек, иә балалар. Сонымен бұл сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.